Сіздің үйленгеніңізге неше жыл болды және сіздің қалың малыңыз қанша болды? Ой, 45 жыл болды үйленгеніме. Қалың мал, ол кезде қалың мал жоқ. Мал береді ғой енді. Жоқшылық уақыт. Бір жаңағы қой сондай береді ғой. Қазіргі қыздар емеспіз, арзан келген қыздармыз біз айналайын. Сол. Бірақ қалың мал беруге қазақтың салты ғой. Беруге тиісті қалың мал. Ана сүті деген болады. Мен 1987 жылы үйлендім. Ол кездегі қалың малымыз біздің 500 мың ғой. 500 сом ғой енді 500. Бізде не? Студенческий той болды, ешқандай қалың мал болған жоқ. Жақсы. Комсомольская свадьба дейді ғой. Енді қазір балам үйленуге дайындалып жатырмыз, енді қалың мал. Қазақтардың несі ғой дәстүрі. Мен ойлаймын, қалың малды беру керек деп. 18 жыл болды. Қалың малыңыз қанша? Ол кезде ма? Ол кезде бұдан 18 жыл болды. 60 мың ғой. Сізше? Бізде де 60 мың болды. 16 жыл болды үйленгеніме. Қалың малыңыз қанша болды? 100. Кафе қояйын. Сіздің қалың малыңыз қанша болды? Мен Егер де үйленсеңіз қанша сұрайсыз? білмеймін, алдын сұрайды дедім, 100 мың теңге. Онда қатты сұрамаймын. 500 Миллион. Құдай түсіресің ме келісілгеннен кейін күйеу жағы қалың мал төлеп кетсеңіз. Бұл ежелгі дәстүр. Оның көлемі құдалардың тұрмыс деңгейіне, дәлетіне байланысты шешіледі. Қазақта қалыңсыз қыз болса да кәдесіз қыз болмайды деп салттан аттамалы дәқ деп отырған. Біле жүрейік, тарата жүрейік.